Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабындағы Nouns Films тақырыбын талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, сенің ағылшын тілінен 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Бұл тақырыптың аты Nouns Films, яғни зат есімдер фильмдер деген тақырып, және де бірінші тапсырмаға оралайық. Match the types of films 1 to 8 with descriptions A to H дейді. Яғни мына берілген фильм түрлерін мына сипаттамалармен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші фильм fantasy фильм, яғни фантастикалық фильм. Ол әрине бізде H жауабымен сәйкес келеді. H жауабымен сәйкес келеді, себебі мына жерде фантастикалық фильм сиқыршылар мен сиқыр туралы дейді. Екінші хоррор фильм. Ол хоррор фильм дегеніміз әрине ол қорқынышты фильм. Қорқынышты фильмде ол бізде И жауабымен сәйкес келеді. Is about ghosts and monsters, яғни елестер мен монстрлар туралы дейді. Үшінші historical фильм, тарихи фильм, F пен сәйкес келеді. Has a lot of knights and swords fight дейді. Яғни көптеген рыцарьлар менен қылыштардың шайқасы туралы дейді. Төртте an action фильм, әрине ол бізде A жауабымен сәйкес келеді. Ол has a lot of fights and car chases, яғни action дегеніміз ол боевик, орысша айтқанда қазақша іс-әрекет көп фильм. Ол бізде төбелестер мен машина қақтығыстары туралы. 5 musical деген енді айтпаса да түсінікті. Musical ол бізде G жауабымен сәйкес келеді. G дегеніміз lots of dancing and singing, көптеген ән мен би дейді. Science fiction фильм, яғни ғылыми зерттеулік фильм, ол бізде C жауабымен сәйкес келеді. Has lots of aliens and spaceships дейді. Көптеген бөгде ғаламшарлықтар менен ғарыш кемесі туралы дейді. Romance, яғни романтикалық фильм, ол бізде D жауабымен сәйкес келеді. Has a boy and girl falling in love, яғни қыз бен бала бір-бірін ұнатып қалады дейді, ғашық болады. 8-де a comedy, ол әрине B жауабы сәйкес келеді. Makes people laugh, адамдарды күлдіреді дейді. Ары қарай екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада былай айтады. Think of examples of each types of film in exercise 1. Test your partner with your ideas. Яғни өзінің жұбынмен мына секілді жаса дейді. Harry Potter is a fantasy film, yes. Harry Potter ол фантастикалық фильм, yes, я деген секілді. Мен мына жерге сендер көретін фильмдерді жазып қойдым. Жиздуха мен Томми мысалға. Жиздуха is a comedy film. Жиздуха comedy film, yes it is. Яғни жиздуха комедиялық фильм бе дейді. Я деп жауап берді. Томирис is a historical film, yes. Томирис тарихи фильм, я дейді. Арға үшінші тапсырмаға келдік. Do the film quiz, then listen and check your answer. Яғни мына фильм квизді жаса, кейіннен жауабын тыңдап тексер дейді. The film quiz. What are names of these films? Мына берілген фильмдердің аты қандай дейді. A fish looks for his son and has lots of adventures. Бір балық өзінің баласын іздеп жүр және көптеген шытырман оқиғаға тап болады дейді. Ол әрине бізде B жауабы Finding Nemo. Немоны табу. 2. A young wizard fights a dark wizard. Яғни жас сиқыршы шайқасады қара сиқыршымен, яғни жаман сиқыршымен. Ол әрине бізде B жауабы. Ол Harry Potter. 3. A prince is turned into a beast and a princess helps save him. Яғни ханзада құбыжыққа айналып кетеді және ханшайым оған көмектеседі дейді. Ол әрине B жауабы құбыжық және ханшайым және құбыжық деген мағынада. Сұлу және құбыжық немесе. 4. A man from another planet who has special powers to stop lots of criminals. Яғни бір ер адам өзге ғаламшардан қандай да бір керемет күш, арнайы күшімен криминальный жағдайларды тоқтатады дейді. Ол әрине B, бізде ол Супермен. 5. A lonely Kazakh teenager called Aslan is bullied at his new school. Яғни жалғыз қазақ жасөспірімі Аслан атты өзінің жаңа мектебінде басқа балалардан не көреді дейді, қорлық көреді дейді. Оны біз әрине hard lessons A жауабы дұрыс болады. Мына жерде B болып кетті, A жауабы дұрыс болады. Ары қарай кеттік. 4-ші тапсырмада былай айтады. Which films are film quiz are these questions and answers connected to дейді. Мына жерде мен жауаптарын жазып қойдым. Яғни мына фильмдердің қайсысы мына сипаттамалармен сәйкес келеді, сұрақтармен сәйкес келеді дейді. Бастадық. Are you going to stop the bullies? Yes, I am. Яғни бұл бізде hard lesson, қиын сабақ деген фильмде сен біреуді кемсіту, біреуді қорлау дегенге қалай соны тоқтатасың ба дейді. Yes, I am дейді. Are you going to lose against the evil wizard? No, I'm not. Ол бізде Harry Potter. What are you going to do? I'm going to save the prince. Ол бізде Beauty and Beast.
Who are you going to find? Сен кімді табайын деп жатырсың? Ол не бізде finding нема? Is he going to beat the criminal? Yes, he is. Яғни ол әрине бізде Супермен. Мына сәйкестендіріп мыналарды жазып алсан болады. Беске келдік. You are going to plan a film project at school. Answer the questions with your sentence about the plans, your plans for film дейді. Яғни мына жерде саған не беріліп тұр? Қазір 2 минут тоқтай тұр. Саған айтады, бір қандай да бір фильмнің проектісін құрастыруың керек және сен соған план, яғни жоспар жазуың қажет дейді. Оны сен мысалға былай жазсан болады. Қазір көрсетейін. A film is going to саған бірінші сұрақтарға жауап бер дейді. What sorts of films is going to be? Оның жанры қандай болады дейді. A film is going to be comedy film. Яғни фильм бізде комедиялық фильм болайын деп жатыр деп жаздым. Мына қызылдың орнына сен өзіңнің бір фильміңді жазсан болады. Я, жанрыңды жазсан болады. Comedy, horror деген секілді. Енді мен комеди дедім, сен оның орнына романс де мысалға. Екінші сұраққа жауап берейік. What the story is going to be? Ол оқиға не туралы болмақ дейді. Мен жазып қойдым. The story is going to be about school friendship. Яғни мектептегі достық туралы дедім. Who is going to be main character? Кім басты карактер болады, басты кейіпкер болады? Менің сыныптастарыма classmate дедім. Мына жерге қызылмен жазылғанның орнына сен өзіңдікін жазасың. Who is going to direct the film? Кім оның директоры болады дейді. Ержан is going to direct the film. Мына жерге басқа бір есімді, басқа бір адамды жазсаң болады. Жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.